Ақжайық ауданында жаңа мектептің құрылысы басталды. Білім ошағы жанынан 100 орындық интернат та салынады. Әрі өңірлерді дамыту бағдарламасымен Жайық ауылына су құбыры тартылуда. Аймақ басшысы Алтай Көлгінов құрылыс жұмыстарын қадағалап, тұрғындармен жүздесті. Бұл Абай атындағы мектеп. Нысан жарты ғасыр бұрын салынған. Бүгінде қабырғасы қақырап, іргетасы отырған. Жаңбырлы күні төбеден су сорғалайды. Білім ордасында 300-ден астам оқушы тәлім алуда. Апатты ғимараттың екінші қабаты жабылған. Қазір аудан орталығында жаңа мектептің құрылысы басталды. Жоба құны 1,2 миллиард теңге. Нысан жанынан 100 орындық интернат пен стадион салынады. Балалар толады ғой да? 302 оқушы болып жатыр. Бірақ біз ендігі оқу жылында 320-дай болады. Стадионы бар ма бұның? Стадионы бар, полностью здесь модульный есть для волейбола, баскетбола. Ең басы сол сапалы болған. Бұл балалар үшін жасалады. Қанша мұғалім жұмыс жасайды бұл жерде? Мектепте қазір 40 мұғалім бізде. 40 мұғалім. Сосын бұл жерде не бола ма? Шағын орталық? Жоқ. Шағын орталық жоқ. Гимназия бізде. Сонда интернат болса, Жайықтың арғы бетіндегі балалар келіп осы жерде тұрып оқитын болады. Интернатта қазір де оқып жатқан балалар бар, бірақ интернатымыз қазір кішкене тарлау етеді. Ауданда баспана кезегінде 341 адам бар. Биыл Нұрлы жер бағдарламасымен 24 пәтерлі 3 қабатты тұрғын үй бой көтереді. Пәтерлер ең алдымен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға беріледі. Конкурстар болды, абжалын болып жатыр. Келесі айдың басында бұл жұмысты бастағымыз келіп жатыр. Осы 24 пәтердің 5 пәтері бұл көпбалалы аналарға, сондай отбасыларға беріледі. Қалған пәтер. Қалған тағы да 5 пәтер бұл жетім балаларға, қалған 14 пәтер бұл жаңағы аз қамтылған отбасыларға жатыр. Ақжайықта Ақбұлақтың аяқ алысы Ширақ. Ағымдағы жылы 9 елді мекенге су құбыры тартылады. Сапасы су тұтынып келген ауылдық ағайынның шаңырағында көп ұзамай мөлдір тіршілік нәрі сылдырылап ағады. Жоба жүзеге асырылған соң ауданның таза сумен қамтылу көрсеткіші 95%-ды құрайды. 28 елді мекенде ауыз су құбыры тартылған болатын. Халықтың аудан тұрғындардың 84,8%-і таза ауыз суға қамтылып отыр. Енді биылғы жылға қанша 5 елді мекен бе? Жоқ, биылғы жылы 9 елді мекен, соның ішінде Шабдаржақ, Томпақ елді мекендері былтырғы жылдан біз осының бәрін жасасақ қанша процентке жетеміз? 95%-ға жетеміз. Аймақ басшысы аудан орталығындағы екінші білім ошағында аралады. Нөмірі 1 орта мектеп қазір күрделі жөндеуді қажет етеді. Әрі материалдық техникалық базасын нығайту маңызды. Облыс әкімі құрылыс ауыл ел бесігі жобасы аясында жоспарға бекітілетінін жеткізді. Кейін ауыл ішілік жолдарды жөндеу жұмыстарын бақылады. Жөндеу жатқан кезде көліктер қалай жүреді? Бізде екінші қырной бар. Басқа жақтан айналып жүреді. Басталу мерзімі қашан, аяқталу қашан? Жалпы не бойынша доғыр бойынша 6 ай. Өңір басшысы сапар соңында Жайық ауылының тұрғындарымен тілдесті. Елді мекенде 100-ден астам шаңырақ бар. Қазір ауылға су құбыры тартылуда. Облыс әкімі тұрғындарға әлеуметтің әлеуетін жақсартуға бағытталған жобалар туралы баяндап, іскер жандарға жан-жақты қолдау көрсетілетінін айтты. Еркебұлан Смадияров, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.